Ассалаумағалейкум көрермен. Мен сіздерге уәде еткенімдей Брайан Трейсидің Time Management және Стивен Ковидің 7 навыков эффективных людей деп аталатын екі кітаптағы Time Management, яғни уақытты тиімді пайдалануға қатысты методологиялармен, яғни осы екі автордың жүйесімен қысқаша ғана таныстырып өтетін боламын. Ендеше кеттік. Жалпы Time Management'те ең өзегі десек те болады Time Management'тің, ол to-do листтен басталады. Яғни кез келген адамның өзінің уақытын тиімді қолдануды, яғни уақытын тиімді ұйымдастыруды бастап, соны машықтанып жүрген адамның ең бірінші бастайтын нүктесі бұл to-do лист жасау. Яғни to-do лист деген біздің қазақы жалпақ тілмен айтқанда күнделікті бітіретін жұмыстарды, ертеңгі жасайтын жұмыстарды бір қағазға тізім қылып жазып шығу. Яғни Time Management бұл to-do листтен басталады. Лист дегеніміз тізім, to-do дегеніміз жасау керек. Яғни жасалу керек жұмыстардың тізімі деген сөз. Әңгіменің бастауы осы жерден шығады. Яғни кәдімгі сіздің бүгіннен бастап ертеңге дейін немесе бүгін кешке, таңертеңнен кешке дейін жасайтын жұмыстарыңызды тізіп шығуыңыз қажет болады. Мысалға, жаңағы балаларды балабақшаға апару, одан кейін банкке бару, сосын айталық салық есептілігін тапсыру, сосын бір бизнес кездесулер болуы мүмкін, бәлкім ауылдағы бір ағайыныңыздың тапсырмасын жасап тастау болуы мүмкін. Одан кейін мысалы айталық біреуге уәде етіп қойған бір ұсынысты жіберу қажет болуы мүмкін, бизнес ұсынысты. Немесе көлігіңіз сыр беріп жүрген болуы мүмкін, соны СТО-ға апарып қаратуыңыз керек болуы мүмкін. Яғни осындай сияқты қат-қабат шаруалар бар. Осы шаруалардың барлығын қағазға тізіп шығуды to-do лист деп айтады. Әңгіменің қызығы осы жерден басталады. Брайан Трейси бұл әдетте приоритетке бағынатын, яғни приоритет бойынша жасалған to-do листпен жұмыс жасайтын, яғни тәртіпті жақсы көретін автор. Ол осы to-do листтен басталған Time Management'ті бұл приоритизация жасауды ұсынады. Яғни Брайан Трейсидің, мына жерге Т деп жазып қойайын. Брайан Трейсидің Time Management жүйесі бойынша бұл осындай жасалған шаруалардың ішінде, жасалу керек шаруалардың ішінде ең маңыздыларын А деген әріппен, яғни маңыздылығы өте жоғары приоритизация бойынша белгілеп шығуды ұсынады. Яғни ол кісінің несі мынандай, ұсынатын негізгі құндылығы. Яғни сіздің 5 минут немесе 1 сағат қана уақытыңыз бар, сіз осы қат-қабат шаруаның ішіндегі ең маңызды қайсысын бітіріп үлгергіңіз келеді дейді. Яғни бір уақыт бойынша сізге шектеу қояды. Яғни сол уақыттың ішінде сізге мына шаруалардың қайсысы ең өзекті. Яғни сіз осының ішінен банкке бару күте тұруға болады, кездесуді ысыруға болады, декларацияны ертеңде тапсыруға болады. Бірақ мына ауылдан ағайынымның немесе әке-шешемнің немесе қайын жұртымның берген тапсырмасын бітіріп тастамасам, онда олардың маған сеніп тапсырған жұмыстары бітпей қалса, қандай да бір қиыншылықтар болуы мүмкін, немесе оларға қиыншылық болуы мүмкін, немесе тағы басқа бір мәселелер болуы мүмкін деп, осыны таңдап алуыңыз мүмкін. Яғни уақытқа шектеу салған кезде және маңыздылығына назар аударған кезде, осы сіздің жасалу керек жұмысыңыздың ішіндегі ең өзектісі қайсысы. Осыларды Брайан Трейси А деп белгілеп шығуды ұсынады. Яғни ең өзекті жұмыстарды А деп белгілеп шығуды. Және А деп белгілеп шыққаннан кейін екінші А приоритеттегі өзекті. Яғни бұл ауылдан келген тапсырмадан кейінгі маңыздылығы жөнінен екінші тұрған. Яғни тағы бір өзекті жұмыс қандай. Осылайша сіз
маңыздылығы бойынша А приоритетке жататын тізімді анықтап алуыңыз керек. Ол үшеу болуы мүмкін, ол екеу болуы мүмкін, ол бұның барлығы болуы мүмкін, ол біреу болуы мүмкін, маңызды емес. Мен бірақ енді үшеу деп жаздым. Содан кейін екінші деңгейдегі маңыздылығы бойынша, яғни бүгін атқарса жақсы болады, бірақ кейінге ысыруға да болуы мүмкін. Маңыздылығы бойынша Адан кейін тұрған екінші деңгейдегі жұмыстардың тізімі. Бұл мысалы айталық бір ұсыныс. Яғни сізге бір клиентіңіз хабарласады, мен жаңағы осындай сіздің жұмысыңызға тапсырыс берейін деп едім, сол үшін бізге баға ұсынысын жібере аласыз ба дейді. Яғни осы аптаның ішінде жіберсеңіз болды деуі мүмкін. Яғни оған жеделдетіп жіберген жақсы, себебі ол сіздің клиентіңіз, бірақ ол бүгін күте алады. Яғни осындай сияқты кейінге ысыруға болатын, яғни А приоритетке қарағанда өзектілігі сәл төмендеу жұмыстарды Б деп белгілеп шығуыңыз керек. Яғни осылардың жанына. Осы әдіспен сіз төмен қарай түсе бересіз. Б-дан кейін С деген әріп кетеді. Енді бұл екеу, үшеу, төртеу болуы маңызды емес. Жалпы сіздің мына to-do листіңіз мынадан еденнен жоғары қарай кете беруі мүмкін. Ұзын рулон да болуы мүмкін. Себебі адамның жұмыстары бітпейді. Яғни осы жұмыстардың барлығын A, B, C деп белгілеп шыққаннан кейін, мысалға айталық сізге. Мынау A, мен қазір тек үлгісі үшін жасап жатырмын. Мынау A, мынау B, мынау да B, мынау C, мынау C, мынау C деген секілді. Яғни өзектілігі бойынша, маңыздылығы бойынша белгілеп шыққаннан кейін, осы А приоритеттің ішіндегі ең маңыздысы қайсысы? Соларды бір деп белгілеп шығу керек. Яғни А1, сосын барып маңыздылығы бойынша А деген топқа біріктірілген жұмыстардың ішінде маңыздылығы деңгейі бойынша екінші және үшінші. Сол сияқты Б1, Б2, С1, С2, С3 деп осы жұмыстардың барлығын приоритизация бойынша бөліп шығасызды. Кейін таңертең тұрған кезде, түнде сіздің осы блокнотқа немесе электронды күнделігіңізге немесе басқа да бір органайзерге жазып қойған to-do листіңіздің ішіндегі А1-ден бастап жасауыңыз қажет болады. Яғни А1-ді бітірместен А2-ге сіз бара алмайсыз. Себебі олай жасайтын болсаңыз, онда сіздің уақытыңызды тиімді ұйымдастырмаған және өзіңіздің жұмыс уақытыңызды, өзіңіздің энергияңызды, өзіңіздің күшіңізді басқа жаққа жұмсаған нәтижесінде дұрыс уақытыңызды ұйымдастырмаған тайм менеджментке қарсы жұмыс жасаған болып шығасыз. Бұның арты кейде стресске, депрессияға апаруы мүмкін. Себебі сіздің маңызды жұмыстарыңыз үйіле беретін болса, ең соңында ол сізге кейде қауіп болуы мүмкін, кейде басқа да бір қиын жағдайларға апарып қалу әбден ықтимал. Бұл Брайан Трейсидің жүйесі. Ал енді Стивен Ковиге тоқталатын болсақ, ол автордың, яғни ол тренердің ұсынатын жүйесі Брайан Трейсиге қарағанда өзгешелеу. Мен алғашында тайм менеджмент бастаған кезде Брайан Трейсимен бастадым. Бұл тәртіпке құл болғанды жақсы көреді, яғни тәртіппен дисциплинаны жақсы көреді Брайан Трейси. Яғни сіз міндетті түрде to-do лист жасауыңыз керек. Одан кейін to-do листі, мына жаңа сіздерге көрсеткенімдей, приоритизация бойынша жіліктеп, сол to-do листтің ішіндегі өзіңіздің қойған приоритизацияңыз бойынша жұмысты бітірмей, келесіне ауыспауыңыз керек. Яғни сізді бір қалыпқа салып тастайды. Бірақ бұл тәртіп. Ал Стивен Кови, оның ұсынатын әдісі рольдік модельге сәйкестенеді. Яғни ол жігіттің айтуы бойынша сіз емес, жалпы қоғамдағы кез келген адам қандай да бір рөлді атқарады. Және ол бірнеше рөлді атқарады. Мысалы мен әкемін, мысалы мен біреудің жарымын, мысалы мен біреудің баласымын, біреудің әріптесімін, біреудің бастығымын, біреудің бизнес партнері болуы мүмкін, бәлкім қандай да бір жамағатта болуы мүмкін. Мысалы біреулер христиан жамағатында, біреу мұсылман жамағатында, біреу ID жамағатта, біреу тағы бір жамағатта. Себебі біздің барлығымыз осы қоғамда қандай да бір рөлді ойнап жүрміз, атқарып жүрміз, және сол бойынша әркімнің өзінің құндылығы бар. Яғни Стивен Кови мына жерге
СК деп жазып қойын. Стивен Кови бұл роль бойынша аптаның ішіндегі тиісті жұмыстарды бөліп шығуды ұсынады. Яғни мына жерге роль деп жазып қойын. Роль немесе қазақша роль деуге болады. Яғни сіз баласыз, немесе біреуге күйеу баласыз, немесе әкесіз, бастықсыз, біреуге жар, біреуге әріптес. Яғни әркім өзінің осы жерге рөлін тізіп шыға беруге болады, бірнеше роль. Яғни бұл модель маған бірден ұнады. Яғни Брайан Трейсиден кейін мен Стивен Ковидің моделін ұстанып бастағанда бір таза ауа жұтқандай сезімде болдым. Себебі мына to-do листпен жүру және қатып қалған приоритизациямен жүру мені бір роботқа айналдырып жібергендей болды. Себебі to-do лист ешқашан бітпейді. Ал to-do лист дегеніміз, мен бұны күйбең тірлік деп айтамын. Яғни күйбең тірлік адам тірі уақытта ешқашан бітпейді. Бірақ осы күйбең тірлік деп жүріп, біз кейде өзіміздің қоғамдағы кейбір рөлдерімізді ұмытып кетеміз. Яғни біз амбицияға, бизнеске, немесе басқа да жұмыстарға көп уақытымызды бөліп қоюымыз мүмкін. Соның есесінен біреуге бала екенімізді, біреуге күйеу бала екенімізді, біреуге жар екенімізді, біреуге әке екенімізді, яғни біреуге бір жамағаттың мүшесі екенімізді ұмытып қалуымыз мүмкін. Осы қоғамның мүшесі екенімізді, осы қоғамға пайдамызды қалай тигізуге болатындығын ұмытып қалуымыз мүмкін. Себебі мына to-do листтің, яғни күйбең тірліктің артынан жүре бергендіктен. Осы себептен маған Стивен Ковидің моделі қатты ұнады. Сондықтан егер де біреу маған тайм-менеджменттің қандай үлгісін қолданған дұрыс десе, және қалай ұстанған дұрыс десе, бірінші адам тәртіпке келіп алу үшін Брайан Трейсидің тәсілін қолданып барып, тайм-менеджментке бойлап енгеннен кейін кішкене босаңсу үшін, жалпы өмірін қайтадан қалыпқа келтіру үшін Стивен Ковидің моделіне өтуін ұсынамын. Енді мына to-do листті Брайан Трейси приоритизация бойынша жіліктеген болса, Стивен Кови оны Эйзенхауэр матрицасы деп аталатын модельмен ұсынады. Яғни бұл модельдің ішінде Стивен Кови оны 4 сегментке бөледі. Эйзенхауэр матрицасы. Эйзенхауэр матрицасы. Бұл жасалуы тиіс жұмыстардың маңызды және жедел. Мынау маңызды, жедел емес. Мына жерде маңызды емес, жедел де емес. Мынау да маңызды емес, бірақ жедел. Яғни мына екі квадрант жедел, ал мына екі квадрант маңызды. Мына екі квадрант маңызды емес. Ал мына екеуі жедел емес. Яғни осылай 4 квадрантқа бөледі. Және мына бірінші квадрант, бұл маңызды және жедел жұмыстар жатады. Бұны тез бітіру керек. Мүмкіндігінше тап қазір осы уақытта бітіру қажет. Яғни бұларға жаңағы айдың соңындағы есептер, салық есептері, коммуналдық қызметтердің ақысын төлеу, үйдің ақысын төлеу, басшылықпен жиналыс, немесе кәдімгі кезек күттірмейтін қауырт жұмыстардың барлығы, кәдімгі өртеніп тұрған жұмыстардың барлығы осы бірінші квадрантқа жатады. Яғни үнемі осы бірінші квадрантқа мына жұмыстардың барлығын сіз бөліп әкеліп, осында орналастырған кезде тез бітіру керек жұмыстарға назар аударуыңыз керек. Себебі бұны сіз жасамайтын болсаңыз, онда тағы да сіздің
тайм менеджмент басқару стилінде қателік кетуіңіз мүмкін, немесе өзіңіз жеке өміріңізде депрессия, стресс болуы мүмкін, себебі мына жұмыстар жасалмағаннан кейін, немесе айыппұлдар салынуы мүмкін, мысалы сіз салықты уақытында төлей алмай қалсаңыз. Екінші, маңызды емес, бірақ жедел жұмыстар. Бұл мынау екінші, мынау үшінші, мынау төртінші. Мен үшке бірден өтіп кетейін. Маңызды емес, жедел жұмыстар дегеніміз. Бұл әдетте біреудің жұмыстары. Яғни сізге телефон соғып осындай шаруаны бітіріп берші деуі мүмкін. Немесе әдетте сізді жұлқылайтын сіз үшін маңызды емес, бірақ жедел, ол да дәл қазір жауап беруді, дәл қазір әрекет етуді талап ететін жұмыстар. Біреу телефон соғуы мүмкін, біреу SMS жіберуі мүмкін, WhatsApp-қа хабарласуы мүмкін, мессенджерге жазуы мүмкін. Мысалы, сіз жұмыс жасап отырған кезде әріптесіңіз келіп, жүр кофе ішіп қайтайық, жүр сыртқа шығып қайтайық деуі мүмкін, немесе кеше отырыс қалай өтті, не әңгіме айттыңдар, кім келді деген сияқты, жұмыс бітер кейін жасай жатарсың деген сияқты орныңыздан тұрғызып жіберуі мүмкін. Яғни әдетте сіз үшін маңызды емес жұмыстар, бірақ қалайда соны бітіру керек, себебі сізден назар аударуыңызды өтінетін жұмыстар. Шама келгенше бұндай жұмыстардан қашу керек, шама келгенше бұндай әрекетке апаратын достардың тізімін жасап, соларға алдын ала айтып қою керек. Маған мысалға мынандай уақытта менің мазамды алмағаның жөн, мынандай уақытта мен жұмыс жасап жатам деген сияқты өзіңіздің ережеңізді қалыптастыра алуыңыз қажет болады, немесе көп жағдайда делегация жасау керек болады. Себебі бұл сізді ешқандай жеке тұлға бойынша дамуға да апармайтын, сізге ешқандай пайда, табыс әкелмейтін, уақытты құртатын көздер. Төртінші, маңызды емес, жедел емес. Стивен Ковидің айтуы бойынша әлемдегі, мен нақты санын білмедім, бірақ 90%-ның үстіндегі әлем халқы маңызды емес және жедел емес квадрантта өмір сүреді екен. Бұл квадранттың ішіне жұмыс жасайтын уақытта кино көріп отыру, барлық уақытын сериал қарауға, әлеуметтік желіде отыруға, өзіне түк қажеті жоқ шаруалармен айналысуға, немесе ұрыс керіспен айналысатын адамдар осы төртінші квадрантта өмір сүреді. Яғни өзінің бірінші және екінші квадранттағы жұмыстарын жасаудың орнына уақытын маңызды емес және жедел емес жұмыстарға барлық уақытын, ресурсын, зейінін, ақылын, күш жігерін жұмсайтын адамдар осы төртте отырады екен. Яғни біздің басым көпшілігіміз осы жерде екенбіз. Сондықтан мүмкіндігінше бұндай жұмыстарды ысырған дұрыс болады. Ал ең маңыздысы Стивен Ковидің айтуы бойынша мына екінші квадрант. Яғни мына бірінші квадрантты басты назарда ұстай отырып, яғни мына квадрантқа түскен жұмыстарды кейінге қалдырмайтындай болып басты назарда ұстай отырып, бірақ негізгі фокусты мына екінші квадрантқа қарай ауыстыру. Яғни бұл дегеніміз не? Бұл маңызды, өте маңызды жұмыстар, бірақ жедел емес. Яғни сіз дәл қазір істейтіндей сіздің жаңағы желкеңізден жұлқып, мойныңыздан тартып жатқан жұмыстар емес. Бұларға әдетте адамның жеке тұлғаның дамуына қатысты жұмыстар, амбициясы, тіл үйрену, қосымша қабілет игеру, немесе оқу, білім, ғылым, бір зерттеп жүрген жұмысымен шұғылдану секілді маңызды және ұзақ уақытқа арналған приоритизациядағы жұмыстар жатады. Яғни адамның өсіп өнуіне, табыс әкелуіне, қоршаған ортамен, отбасымен жақсы қарым-қатынас жасауына және өзінің денсаулығына қатысты шаралар мен жұмыстардың, іс-әрекеттердің барлығы осы екінші квадрантта. Сондықтан осы екінші квадрантқа қатты мән берген дұрыс. Қысқаша ғана айтатын болсам, Стивен Кови мен Брайан Трейсидің тайм менеджмент деп аталатын екі кітабындағы тайм менеджментке қатысты өздерінің әдістемелерімен ұсынатын схемалары осындай. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, түсінбеген мәселелеріңіз болса, онда астына пікір қылып қалдырыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.